Üşümüş. Ah balam kalaysın. Şarvalarың дұрыс па? Аман есен апа. Айтқандай ертең мені Сағираштың ауылына апарып қайтатынды ұмытқан жоқсың ба? Енді кіріп шықпасам ұят қой. Құдағиым ғой. Болды апа, соны ойлап мен әдейі бензин толтырып құйып келдім ғой қазір. Ертең таңертең оята алмай қаласың да оларды ше. Нешеде шығамыз? Ертең ертерек шығамыз. Ойбай апа, Сағираштың енесі деген жас емес па? Жап-жас болса енді апам емес шығар оны алған. Күнәсі не апамның? Сонда да бір сенбейді екенсің. Енді бұл өмір ғой. Біреуге ерте, біреуге кеш келеді дегендей. Оның үстіне несі бар? Жақсы емес пе? Құдағидан жастарда қажатанып жатыр. Енді мүмкіндік болған соң барып қайтқанды. Иә. Не үшін баратыр ғой құдағи үйіне? Не болған? Құдағи қажылыққа барып қайтыпты. Соған құтты болсын айтып шығамыз. Құдай, апам. Зәремізді алдыңыз ғой. Иә. Қажылыққа барып қайтып па? Иә. Құдағи қажы болып десеңші. Елдерге рахат е. Меккеге барып қажы атанып келіп жатыр. Біз қашан барады екенбіз Меккеге. Хотя бы екеуміз Түркістанға барып қайтсақ та болады еді. Жырта күлпаш. Ой, су жүректер ай. Адам жанын алдым. Сендерді отан қорғайды, ел қорғайды деп жүргенсіз. Қатындарыңды да қорғай алмайсыңдар ау сендер. Қорқақтар. Не істеп отырсыңдар екеуің түн ішінде? Үйіңе барса, Жәмила қорқады ғой. Кім? Жәмила дедім, кім деген? Жәмила біреуді қорқытмаса ол қорқпайды ол. Ой, байқұстар бірден айтса үсті өздерінше болып шыға келеді. Жалмауыз болса да жаны бар, ол да қорқады ғой. Сәл қорғау керек шығар. Ой, ойнатып алыр мына қорыққанға. Ой, су жүректер. Зайцы. Что? Жили-били два зайца. Қара шелек ауылдағыларға айтпай. Ертең ғана қыздардың бетіне қарай алмайтын масқара болатын жағдай жоқ. Каталек, бергел бір қызға айтам. Ауылдың бәрін айтып масқара қылып жүрмесін екеуміз. Сен жаман су жүрегесің ғой. Кім қорықты? Сонша шошынып деп айқайлап. Мен сыйлап қорықтым, қорқытқан сен. Өтірік айттым, қорыққан жоқ. Әкел таңдайын көтеріп жіберемін, ертең ауырып қаласың. Кете құмыр. Қайға тағылап. Бірақ шынында да күшті видео екен ана, Жаман қорқынышты ғой. тітіркеніп кеттің ғой. Мен накөнай. Маған бір идея келді. Қандай? Давай былай жасайық. Таным, мен Бека деген кластасым бар ғой. Қай Бека? Ой, Бека жоғары жақ тұратын. Ауылдың жоғары жағын тұратын. Қиылыстағы ма? Иә, Бердібек. дәл өзі. Жоқ, танымаймын. Ой, сол Беканың, короче, қайнаралары бар. Сол алайықты үйдің әр жеріне қойып тастайық. Сенің үйіне, менің үйіме. Үстінде Күлпәш, Каталек, Дүйсен, Жәмила кім бар? Бәрін қорқытпаймыз. Дүйсен баняға түсін деп отырсың ғой. Бірақ болмайды ғой оны. Бірақ ше, біз ондай болмайды. Қандай болады? Біз Один дома деген кино көргенсің ба? Жоқ. Один дома деген кино бар ғой, бір кішкентай бала. Үйіне екі ұры түседі, екеуін қинайды, әбден Көрмегенмін, айта берші. басын өртейді. Анау, жаңа жыл жайлы. Дәл өзі. Крис Колумбус түсірген. Иә, сол. Көрмегенмін. Тура сондай қып істейміз. Екеуміз ақ білейік сондай. Давай.
жетпей қалған ба? Ай, Дүйсен, дайынсың ба? Дайынмын апа. Келіңіз. Отыра беріңіз. Bismillahirrahmanirrahim. Бензин қақ еткені? Бағы тесіліп қалған жоқ болсын да? Бағы тесілмеген. Кеше 4 мыңға бензин құйған ба? Жоқ қой. Енді қайда кет 4 мыңға құйсам? Білмеймін. Датчик істемей қалғанын көрсетпей тұр. Ой, Құдай. Гәл жолдан ана Эстоға кіріп шығайға Мержанға апа. Қанша қалғанын білмей жолда қаламыз. Иә. Айтпақшы анау Жомарттың баласы үйленді дей ма? Кеше Жәмиладан естіп қалдым ғой. Соны енді естіп жатсың ба не? Кеше беташарда мен ғой оның қолтығынан ұстап тұрған. Жәмила айтқан мен ғой. Саған айтамды ұмытып кетіппін ғой. Алжыған неме. О время өсекті жеткізе алмайсың. Орныңа бір жас келін аламау деймін жұмысқа. Қалай енді? Сұрасып, жөн сұрасқан шығарсың? Аты Анеля. Қаланың қызы. Оқуды биыл бітірген, жасы 20-да. Спутникте ренжисің. Лақатыр. Бір сұрақ қойып 10 жауап бердің ғой де. Әкесінің атын біліп алған шығарсың сен. Әкесінің атын сұрауды ұмытып кетіппін ғой мен. Ой! Айттым ғой, точно сен алжиын дегенсің. Дұрыстап. Мәсен, сұрасай. Не, кім? Анеля ғой кеше келіншек. Кетші бар, мен не істеймін, танымаймын оны. Телефонын алғансың ба уже? Иә? Кеше күн өтпеді ма хотя бы? Хош, кеше қолтығынан ұстап тұрған кезде ақыры не істейсің? Информация жинап, общаться етіп алғансың ғой. А еще аяғының размері менікімен бірдей екен. 38. Сенікі 37 емес па? Қайырш келесі жылы келін. Өседі ғой ал. Осы сен ауылға түскен келіндердің туфлилерін жинаймын деп бір магазин ашып алсаң да болатын шығар, уже жиналып қалған шығар. Қойшы мен басқа үйдегі сүңілдеріме беріп жіберем ғой. Артынан қандай күшті туфлилер келді деген, розовый келсе болар еді туфли іші, мен как раз розовый сумкаммен не қылатын. Менің ода болмаса тағы біреуі түсер, аласың ғой бәрібір сен. Маған толтырып қоя берші шайыңды. Толтырып құйған негізі жақтырмағанның белгісі. Білесің ба? Қалай өзіңді құйшай дер, бәрін ырымға жатып аласың шеттерінен. Бопты. Толтырып құйған. Жарайды, толтырып құйып берейін саған. Ал ойлашы. Меніңше наоборот. Аз құйсаң ана қайта-қайта сұрауға ұялады да, адам шемай қалады. Бетіндерші, өздерің құйып жіберіңдерші ме? Кеттім. Айтпақшы Накунай, Күлпаш пен Қаталөк үйде ме? Үйде емес. Үйде емес. Енді қайда? Тапшанда? Қазір үйде емес дедің ғой сен? Тапшанда отырса үйде деп айтам ба? Тапшанда отыр ғой. Ой, сен де бар ғой, не әзілің бітпейді, не конкретно өтпейді екен бар ғой, Накунай. Өздерің құйып жіберіңдерші шайларыңды. Кеттім мен. Жәмила, жүре бермей ертерек келі. Бопты. Біз кешке ана шөп қарауылдауға орамыз. Жеп ал. Үйіңде бұндай тамақ жоқ шығар, жеп ал. Тас жегіздің ғой? Күлпаш бере ма саған? Күні қамыр ағат жеп жүргенде сөйлесің ғой. Алло. Бека қалайсың? Жақсы аман дейсің. Бере аласың ба? Керек қой, керек болып тұр ғой. Болды. Сен үй жақта боласың ба сен? Болды онда барам үй жаққа. Аха, жақсы. Кім? Не дейді? Ой, оған Бека ғой. Кеше ана камерасын сұраған кезде бере алмаймын деп қисайып тұрған ғой, сол қазір үйден алып кет дейді. Пранк істейміз ба? Давай істейік та. Онда бүйтейік. Мен барып Бекаға барып камераны алайын. Үйде бола бермақ ма? Қалған кейгесін ақылдасамыз.
Бірақ сен жүрші есік алды күтіп отырсың. Шай ішіп күтіп отыра берейін де осы жерде. Қойшы қазір сен барып ана бір газ жағып бір бәлен істеп өртейсің дейді. Жүр. Тұр, түс алдым. Үйіне шайға шақырып алады да тас ішкізді. Кім шақырды сен шайға? Неден болуы мүмкін енді? Бюзеке, инжекторды көрдім. Нормально. Жақсы істеп жатыр. Дару орнында. Бак тесілмеген. Жыртық жері жоқ. Бак тесілмеген. Бензин бәрі қайда кетуі мүмкін? Білмеймін қызым. Сол заправщиктер 4000-ға емес, 400 теңгеге құйып, сізді алдап жіберген жоқ па? Осы қалай есіме келмеді? Рас негізі. Жаны бар сөзің. Алдында бар ғой, мен заправщиктерін естігенем да, жартысын құяды екен дағын, жартысын кеткеннен кейін өздері мәшинесін құйып алады екен. Дұрыс, мен заправкаға барайын. Түсірші мәшинені. Көне. Ау, қырсай. Біздің бір вариантымыз болады. Осымен бастаймыз ба? Қалай болады екен? Самат, ана сағатың будильник істей ме? Көрш, будильник істей ме? Көрш. О, идея. Мына сағаттың будильнигін түнгі сағат 10-ға қояйық. Сөйтіп 3 минут қалғанда светті өшіреміз. Автоматтан. Ал Біздің бүкіл операциямыздың аты тышқан бастайды. 10-ға 4 минут қалған кезде тышқан алдарынан жүгіріп өтеді. 10-ға 2 минут қалған кезде свет өшеді. Ровно сағат 10-да будильник ойнайды. Содан біздің пранк басталады. Давай. Қазір төбелеріне әңгір таяқ орнатам бұлардың. Қой балам, ұят болады. Қатты кетпе. Бұлай мәдениетті сөйлесейші. Кішкентелеу әңгір таяқ орнатайын да. Жайлап сөйлес. Бергеле. Кеңес көке, қандай нан Ағынан құй қанды қарайтпай. Ағынан? Түсінбедім, не айтып отырсыз? Кеше сен басын менде болған? Жоқ, мен емес. Мен қазір түстім. Онда бастығың шақыр бар. Бас не алыс, айта берсеңші маған. Шақыр деген шақырса, үлкендеу біреу кім бар ма? Бар ма? Бастық, админ дейма немене? Шақырсай. Бастық анау-мынау адаммен сөйлеспейді. Айта беріңіз маған. Саған анау-мынау адам келіп тұрған жоқ ей. Бастығың шақыр бар, сөйлей бермей. Айта берсеңші көке. Ей бала, берге Ау апа. құлағыңды әкел. Бастығыңды шақыр деген соң шақыр. Ойба апа, не болды сонша қаттай қылып? Қуам, пердесін жар жіберейін дедіңіз ғой, братла. Сауап, берге бер. Сен сөз түсінмейсің ба? Шақыр дегенде шақырмайсың ба? Бастығыңды, Ha? Ойнап тұрсың ба? Апанан құлағын жарып жіберіпсіз ғой? Не болып отыр? Слышь, не болды? Сен кімсің? Бар шар. Сен кімсің? Осы жердің бастығымын мен. Сен ба бастығы? Иә. Қайға қарап үшіне? Қашла, не болды? Қайда қарап үшін? Осы жерге қарап отыр ғой, не болды? Жөндеп қарамайсың ба енді? Не болып қалды, айтшы, не болды? Есімің кім сен? Тоқсанбай? Тоқсанбай? Иә. Кеше осы жерден 4000-ға бензин құйып кеткем. Иә. 20 километр жүрдім ба, жүрмедім ба, үйге барсам бензин жоқ. Қандай бензин? Без газ бензин, қандай бензин деген несі? Бензин де кәдімгі. Сен болдың ба кеше Семенде? Ау? Сен болдың ба Семенде деймін кеше? Әй, оны қинамай-ақ қойыңдар. Ол баланың құлағы енді біраз уақыт естімейді. Бұл болмаған ей. Басқа біреу болған, мынауда тос. Сонда істейтін адамға ұқсап тұр ғой, мойынға бады. Жоқ бұны өйтіп ей. Кеше бензин құйғам. 4000-ға бензин құйдым. Иә. Барсам жоқ. Қақта? Ауырым, миды ашытпаш. Айтсашы түсіндіріп. Қой тұршы. Миды ашытпа. Сен сияқты 1000 адам келеді мына жерге ше. Кеп біреу анаймен анай дейді. Кетші ондай, кетші. Қолым жіберіп сөйлесесің ба, жоқ кесіп алайын мен ерден. Кетші дедім ғой саған, кетсей ба? Тоқта. Тоқсанбай. Короче, тоқ өтерін айтайын. Әңмен қысқасы. Айтшы, сөйтіп айтшы. Нақты айтайын мен саған. Айтсаңшы. Мұжып тұрып амақ қойықшы бе? Нақтысы. Нақтысы, Нақтысы.
кеше 4 мыңға бензин құйдым, сол жоқ. Енді соның орнын толтырып бересіңдер ау маған. Құйып бересіңдер ау емес, құйып бересіңдер. Ешқандай бензин миды ашта берме. Бензин жоқ бар, кет жүр. Жоқ бензин. Кет жүр. Кет. Жоқ. Соңғы сөзің ба? Иә. Нақты ма? Иә. Ойланып жауап бердің ба? Ойланып жауап беріп тұрмын мен саған. Болды, ажырасамыз. А? Арыз жазам. Ертең арыз жазам, үйге келіп баклажкамен болсын құйып кетесіңдер осы бензин, көресіңдер. Дүйсенбек десең бәрі таниды мені. Қумаша, ондай жұмбақ жоқ қой. Жұмбақты айтсаңдаршы, жауабын мен айтайын. Ашая. Қара сиырым қарап тұр, қызыл сиырым жалап тұр. Вот пен қазан. О, дұрыс. Жеңге қойсым. Мәсіздер ме деуім? Иә. Иә, отырып мәз болып. Өз көңілімізді өзіміз көтермесек, ешкімден қайран жоқ. Немнеге дабырлап күліп отырсыңдар? Кетші бар енді, күлмейміз ба енді? Көп күлген бір жыл айтты дейді. Мына жан-жақтарында не болып отырған білесіңдер ма? Ұят емес пе? Не болыпты? Сендер естіген жоқсыңдар ма не? Жоқ. Тұрсын ата өткенде ауырып жүр емес пе еді? Иә. Соны ана қаладағы қызы дәрігер тауып шақыртқан ғой бүгін азында. Дәрігер? Иә. Дәрігер кінәлі болып тұр ғой, иә. Оңбағандаршы. Бәріне топырақ шаспайсың ғой, бірақ ана білімсіз дәрігерлер де бар ғой, диплом сатып алады да білген істеп жүретін. Бір ауырып емделуге барасың оларға. Емделем деп барып өліп қайтасың ғой. Вообще оңбаған ұялмайды ше. Солар кінәлі ме екен, дәрігерлер кінәлі болып па? Шақырған врач та кінәлі, қызы да кінәлі болып тұр берді. Шақыртқан. Қызы да жүр ма не? Кинодан көргенін істейді ғой. Әке шешесін ақшаға бола, квартираға бола өлтіреді ғой, ә? Кинода болса кино ғой дерек. Көз алдымызда болады. Өлтірген ба? Кімді? Тұрсын атаны. Тұрсын ата өлген жоқ қой. Сен айтып тұрсың ғой, Тұрсын ата қайтыс болды деп. Одан да өлгені жақсы болып тұр оның. Инвалид қып қойған ба? Инвалидінің жақсы оның қасында. Ойбай, тыныштық па, не болған сонда? Сол қызы шақыртпай ма бүгін қалаға? Ана Тұрсын атаның өткен ана әділ көршіден алған күшігі бар еді, кішкентай. Иә. Қара күшік бана үйде жүрген соң. Иә, үйдің қарасында ырым қылып алып еді ғой. Не болып кетті? Айтшы тез. Соны айтам, түсінбей қалдым. Күшікті қоя берші, жаңағы ата не болды соны Тұрсын ата қалаға кетпей ма енді дәрігерге көрінуге? Ана баласы таспен ұрып өлтірген күшікті. Соны ана Тұрсын ата қазір біліп қап, ана Бауыржан сабап жүр. Бауыржан өліп қалды ма? Айқайлап жылап жүр. Сендер мына жерде күліп отырсыңдар. Кім өлді, соны айтшы құрысын. Не айтып жатсың бағана бері? Не айтып жатырмын? Күшік өлген. Күшік өлген. Ой, құдай, осы да бар ғой, ә. Неменеге адамның миын ашытып отырсың, Соны а? айтсайшы адам. Күйдір, өлсе өліпті да күшік, не болыпты? Жақсы болыпты қайта күшіктің өлгені. Үйде сүмелең етіп тініскіленіп жүретін еді. Кетші бар адам миын ашытып, жынды ма осы? Соны айтам. Бекерге настройды құрттың. Осы жынды ма адам? Әдемі отыр едік, ә? Күйдір. Жаңа не айтып жатыр ек? Жұмбақ. Мен тағы айтайын да, тоқтай тұрсың. Так, жұмыртқа. Құясың ба, құймайсың ба? Құймасаң алсай құяйық бензин. Братан, ағайындар, бауырлар, 1 минут назарларың маған бұрындашы. Сендерге айтайын бір нәрсе, жаным ашып айтайын. Бұл жерден бензин құймаңдар. Мен жаным ашып айттым сендерге. Мен кеше 4 мыңға құйғам. 400 теңгеге бензин құйып жүріпті. Көрдіңдер ма? Алдайды. Жаным ашып айтып тұрмын сендерге. Құймаңдар. Құйып бересің, майсыңдар ма, сендерді? Әлихор адамдар бар екен білесіңдер. Мен емес қой, кешегі ана Мейірхан ғой. Сол жеген шығар. Бүкіл клиенттің бәрін құрттың, не істейсің қазір? Базекең өзіңіз бірден келіп шешсеңізші. Жүр бар, сөйлесейін. Құймаған ба? Көрдің ба? Өшіп қалды. Бауырым, қойсай болды ғой. Неге масқара ғой, қойсайшы болды. Не? Бағанан бері байқап тұрмын сен ше. Қойсай болды ғой. 30 шақты машина жібердің мына жерден. Болды, қойсай енді. Қоймайым. Мына жерде мен тағы 1 күн тұратын болсам бар ғой. Мына жерде машина таусылып, банкрот болып жабылады заправка білем. Қой енді, бір ашуын бер бауырым енді. Қарашы. Бермеймін. Түсініп тұрмын ше. Түсініп тұрмын ше. Реніш өкпең бар білем.
Өкпе, бауырым, жүрегім бәрі орында. Қойшы бауырым, кішкене бізден де ағаттық кеткен шығар енді кішкене. Түріңе қарасам жап-жақсы жігіт сияқты. Жап-жақсы жігіт тұғын бағана ғана. Сендер құрттыңдар осын. Қойшы енді бауырым, бір кешірші бір айналайын. Құйып беріңдерші бір. Қайшы 4000 теңге ме еді? Қанша 4000 теңге ме еді? Құйма. О 4000 теңге бағана тұғын. Одан кейін қаншама нерв трат істеттің. Моральный ущерб. Бопты 4000 теңгеден үстінен бір тағы да қосып сондай ақ берсеңдерші. Қанша? 4000, сосын бір кола мен шемішке алып шық. Ой, бопты мақұл. Апама бір энерджи алып шық бар. Болды. Әкеп беріңдерші барлығын. Ренжітпеңдерші давай. Құйыңдар ғой. Ренжітпеңдер мен. Коланы алып іштесіз, шөлде бөлдік нерді айқайлап. Мақұл. Ай, Дүйсен-ай, әбден шаршаттың ғой мені. Біресе май құям деді, біресе машинам жөндейім деді. Шай да шалмай, әбден басымызда ұрып кетті Құдай, ай. Үйзек ағалас! Қайрат, воротаны жабасаш. Бірше, мен сендерді алдайын ба дедім, сендер мені алдайсыңдар, ей. Жабасаш, ей. Бұлар бізден ақты. Қалайсыздар? Әдем келдің ғой маған Қайрат. Қарызды берші ақшаны. Әкелдің ба? Қандай қарызды? 10 000 теңге алдың ғой, берші. 10 000 теңгені кеше алдым ғой мен 10 күнге деп сіз есеп білмейсіз бе не? Кеше алдың ба? Ол мәселені қойыңызшы. Штраф келді сізге. Не ол? Көріңіз. Түннің бір уағында бар ғой, ана бейне бақылау түскесіз ғой штрафқа. Жылдамдықпен. Не деген жылдамдық мынау? Ауылдың ішінде олай жүруге болмайды ғой. Түнде ешкім машина айдаған жоқ, мен түнде үйде болдым ғой мен. Нан болмаса өтірік протокол әкеліп менен 10 000 теңге істегенге бардым ба? Қош бар. Кім айтты мынаны қараңыз міне. Міне сіздің машинаңыз, сіздің нөміріңіз. Қандай өтірік протокол. Мен ана кімнің магазинінің есігінің алдында тұрған кезде 1080 лярдпен өттіңіз ғой шаңғытып. Мен үйде болдым ғой Қайрат түнде. Қандай үйде сіздің машинаңыз ғой? Көріңіз дұрыстап. Оны түсінікті болды. Не түсінікті болды? Мен ана бензин қайқа кетті деп бағын тексеріп жүрмін. Біреу айдап жүр екен ғой онда мен машинемді. Кімді? Машинемді да. Біреу айдап жүр ғой біреу. Мен түнде үйде болдым мен. Біреу түскен ғой, біреу айдап кетті машинемді. Тексеру керек. Әйтеуір естіді ма өздері? Бопты, естісін. Ойбай апа, қалай жақсы еттіңіздер ма? Қалай жақсы барып келдіңіздер ма? Құрсын, шаршап кеттім. Қажы құдағиыңыз қалай жақсы ма екен? Құдағи несі? Қойшы апа, әсілдеп отырсыз ба бізбен? Ойбай, мынаны ешкім естімесін. Азанда ғана балаңыз екеуіңіз Сағираштың үйіне құдағиға барып қайтам деп кеттіңіздер ғой? Дүйсен қайда ба? Ой, ұмытып кетіппін ғой. Ай, мә, Сағираштың өмірін алып бер. Тыныштық па? Қап. Не қылды, бірдеңеңіз қап кетті ма не? Ойбай. Алло, Сағираш, қалайсыңдар? Жақсы. Не ғой, Сағираш, келесі жолы барамын. Иә, кейін. Бүгін бара алмадым енді, қол да тимеді. Бармадым. Ай, ми құрсын. Апа, ақыры бармапсыздар, Азаннан бері қайда жүрсіз сіз азаннан кешке дейін? Или свиданияға барып жүрсіз ба? Дүйсен ғана ба? Ана бала үйден шыққаннан кейін машина жөндейтін жерге барды ма, одан заправкаға барды ма, таң ертеңнен кешке дейін сол баланың жанында жүре беріп, несі шыққанымды ұмытып кетіппін мен.
Ай, қайдам, апа. Мен білсем бар ғой, я. Апам үйдегі жұмыстардан қашып сылтау айтып, әр жерде қашып жүр негізі. Бәле, апа. Ойлап айтам. Шутка. Бар шай қой. Бар шай қойшы. Үбей саған айтты. Мен саған айтып отырмын мен. Күйдіркай. Әй, шай қой дедім ғой сендерге. Не аламыз, Не ағанда дүйсеге мен түсіндім. Ен. Бұл кешегі айдаған адамдар бар ғой, а? Бүгінде айдайды. О, кешегі адамдар. Қақтан білем ме кешегі адамдар кім айдаған? Сіз тыңдасаңыз бірінші. Менің ана милиция аталарым аян берді. Сен де дүйсенің мәшинесінің артына жатып ал, сол адам келіп енді айдайын деп жатқан кезде шап беріп ұстап аласың деді. Сіз менің мына мәшинеде екенімді вообще ешкімге айтпаңыз. Келістік па? Сөйтіп жатып ұстамасақ амал жоқ, басқа қалай ұстаймыз енді? Болды, ешкімге айтпаймын. Смело жата бер, Қайрат. Өз мәшинеңді көр. Болды. Сіз жат демаңыз. Шаршадыңыз, ертең біраз тірліктеріңіз бар. Сөйтейші. Ұйықтап қалмай, а? Ұйықтамаймын, уайымдамаңыз. Өзім қарап жатам. Болды. Қайрат, сендім саған. Каталог толтырмай құш шайды. Мақұл. Сыртына қиясамадың ба? Толтырып қоя бер. Ас болсын, қалайсыздар? Кел, Самат. Жоқ, рахмет, біз асығыз. Ой, түйенің екі өркел шықсап қосарланып қапсыңдар тегі. Тыныштық па? Ойнап жүрік. Күндіз күлкіден, түнде ұйқыдан айырылып. Осы сендердің қамың, елдің артында болмасын, осыларға қалай нан тауып берем деп жүрмін. Ой, байғұстар. Түн ұйқыларыңды да бөлмей ақ қойыңдар, күн күлкілеріңді де бөлмей ақ қойыңдар. Бәрібір результат жоқ. 100 жыл ұйықтамасаңдар да. Ой, ана жоңышқа еккен 4 гектар жерге түнде біреулер жылқыларын жайып отыр екен. Соны қарамайсыңдар ма екен? Далақ жүре бермей. Соған қарасаңдаршы, ертең рахаттанып сатасыңдар ғой оны. Енді апамыз енді соны айтуға келдік қой енді. Біз қазір найқанда екенбіз түнімен соң қарауылдауға барамыз, кім жайып жүр соны білейік барып. Қараңдар, дұрыс, барып басына жатыңдар. Ұрыны ұстап атсаңдар, маған айтыңдар. Арғы өзім сөйлесем оны. Ой, крестный отец. Не ғой, сол апаны Жәмила үйде бір өз өтті, Күлпәштің католик қасында болып отыра ала ма азанға дейін? Жарайды, болды, барады. Сендер қашан келесіңдер? Біз түсте ма? Азанда ма, түсте ма? Енді ұсталғанша жатамыз ғой, білмеймін ғой. Азанға шейін бара берейік па? Бара беріңдер. Ой, жақсы болды ғой, маған әңгімеміз бітпей қалып еді. Жәмила қорқады ғой. Я, қорқады ғой. Барыңдар. Не ғой, дүйсеге машинаң бер өтсе барып келейік. Қақа машина? Шөпке? Ой, не ап, шөпке ана жылқысын жаймақты қылып, пілін жайып кетпейді. Тимеңдер машинеге. Оны жүрсеңіздер сіздер, мен апарып сияқты біз ары қарай кетейік шөпке қарай. Кете берейік папа? Бара беріңдер, барыңдар. Мына жерді жинап қоясыз папа? Ойбай, десең жинап қойсашы сен ақ. Енді апам жұмсамаймын ғой, жинап қой. Кетті каталог. Жүр, нақынай. Жәмиланы қорқаттап қояды. Жәмила біреуді қорқытпаса. Содан айдала келіп машина тоқтаған ғой. Қыз түседі. Жан жағына қарайды. Қап қараңғы, тып-тыныш. Моладан басқа ештеңе жоқ дейді қасында. Ана қыз қорқып тұрса, енді бірақ өту керек қамал жоқ. Жайлап моланың қасынан өтіп баратады ғой. Тап-тыныш, тыныштық әне ішінде. Тірі адамның дауысы жоқ еді. Молада тірі адам жоқ қой енді, сонда да. Басқа әңгіме айтыңызшы, қорқып жатырмын. Дұрыс аяғына дейін. Қорқақ. Содан жаңа моланың қасынан бітіп Кәлимаға тілін келтіріп өтіп баратқан кезде скелет шыққан ғой.
ана қыз шыңғырып қашады. Бір уақытта артына қараса бір емес 10 шақты скелет жүгіріп келе жатыр. Білмейді ғой не оймен қуып келе жатқан қыз. Байғұс қашады. Бір уақытта бір бұрышта жігіт атып шығып, ура деп жаңа қызға гүл беріп, сақина тағып сөз салған екен. Күшті ма? Күшті. Бізге ондай да істеген жоқ ше. Бірақ қорқынышты ғой, басқа ем айтақшы. Ай, әшейін тіліңмен жағыңа сүйенгенің болмаса, қорқақ екенсің ғой, ә? Күш басқа ем айтақшы. Әй, Жәмила, қазір сол скелеттер сенің үйге келсеші. Есігіңді ашып, Жәмила. Ойбай, күйе қойсыншы. Аяғында тұяғы бар. Ойбай! Ойбай, қорқақ. Жәмиланы қорқыватқан, өзі қорқыватқан. Ана ат қимылдап отыр өзінен өзі. Ол деген енді қызық емес болып кетті. Енді мен қорқытам, давай бетеміз. Жаңа скелет бар емес пе, аяғында тұяғы бар. Өстіп свет өшетін бе деймін де? Тасқыр. Өшпейтін? Айттым ғой сендерге ат қимылдап отыр деп өзінен өзі. Чындап алма деді. Ойбай! Не болып жатыр мынау? Чынды ма шапқа түскен? Не болып жатыр? Астағфирулла! Астағфирулла! Не болып жатыр Жәмила үйінде? Білмеймін. Жыл басынан бері елордада 400-ге жуық өрт тіркелген. Салдарынан 12 адам қаза тапты, оның 5-еуі бала. Бұл жайында Нұр-Сұлтан қаласының төтенше жағдайлар департаменті хабарлады. Қызыл жалынның басым бөлігі тұрғын үй секторында болған. Нақтырақ айтсақ, Не болып жатыр өзі, Құдай сақтасын, Жәмила үйінде. Естіғансыздар ма? Келе жатқан сияқты ма? Құдай-ай, мен бір рет сенің үйіңе келіп тып-тыныш үйімде жатпай. Жәмила, қаш ойбай құрсын. Алла сақтай гөр. Рахмет. Дауыс шығарып келесің бе сәлі? Тағысымен қымбада чеге жоқ. Ой, дүйсеге. Сағат неше болды? Мен сен жұмысқа кетіп қалды екен десем, әлі жаттың ба? Ой, кеше не келістік азанға дейін мәшінеңізді қарауылдаймыз деген жоқпыз ба? Мынада тағы бензин жоқ қой? Қойыңыз ше. Азанға дейін ұйықтамай қарап отырмыз ғой, қарауылдап мәшінеңіз. Бензин жоқ емес. Ұйықтағасың ғой сен, Қайрат, мына ұйықтамасың. Қарсы қақ етеді онда бензин. Мен қайдан білейін сіздің бензин? Ұйықтамай таң атқанға дейін қарап отыр. Сіздің бензин енді өзінен өзі бактен шығып, жай түсіп кетіп қалды. Бағыңыз тесік па, бірдеңе ғой. Ана СТО-ға апарыңыз да тексертіңіз. Шығып кетіп қалған жоқ шығар дейді ғой маған. Көңілім күрсіндің бекер, бір күні үстіп бұл күнді өтер. Дүниенің түбіне жетпеген. Айтшы қалқам, не жетер? Айтшы, не жетер? Ештеңе жетпейді.
Бибігүлман жазылатын түрі бар ма? Болмаса Инстаграмға суретін салып, киви кошелек аша береміз ба? Молда шақыру керек. Дайындала береміз ба не сонда? Болмай ма? Молда шақырып оқытпаса болмайды. Шошпа. Оқыту керек па? Иә. Жоқ, мақұл, оқытуын оқытамызға, бірақ енді медицинадан ешқандай көмек жоқ па? Ибн Синаңды тірілтіп алып келсең де медицинадан көмек жоқ. Молда, ауылдан. Ауылда үсібәл емес па молда қазір, Әй, үсібәлдің бүгін заказы бар. Біздің құдаларымыздың тойын басқарады. Көп қой басқа молда, соны шақырсай. Едіге келеді сайменен, құланың қасқа тайменен. Едіге сонда сүйдеді, сүйдегенде бүйдеді. Қоңқ өтпедін. Апа ол шыбынды қақтың табам мен? Әлі ұшып жүр. Өлтір. Дауыс қақтан шығып атыр, таппай атырым ғой бұғана бір. Соны өлтірмей ешқайда бармайсың. Апа шаруаларым көп, бара берейінші далаға. Бір шыбын қабалап үйде отырмайын жоқ мен. Әне, өлді. Өлетін балаға қарап жүгіретті. Қайрат вообще адам емес екен ғой. Ойбай десеке, камераға сенім жоқ, өзім отыра берем деп еді артында. Әкеңнің қақа кетіп жатыр мынан бензиндері. Өз бензинге өзің еге боламаған қандай машинесің сені? Наконай! Дүйзен шақырып отыр мен. Бар шақырса. Не болды? Бергел. Жумайым мәшінеңді. Кім мәшін жуды отыр саған? Бергесей. Бас аяғың. Бергесей. Мына ішіндегі записті қайтып көреміз, көре аламыз ба? Телевизордан көресің ғой? Қай каналдан? Канал емес, жалғап көреміз. Көрейік онда. Әкеңнің ана ішіндегі қазір ұрыны көреміз кім екенін. Алда ана белен қосылатын түрі бар ма? Қазір қосылады. Қосайтыз. Кейде қағып қалдық қой. Наконай кешегі көрейін жатсың ба? Ай, не көрейін деп жатсыңдар, біз де көрейік. Жиналып алып не көрейін деп жатыр? Той көреміз бе? Қайдағы той? Не көрейін деп жатсыңдар? Көресің ғой қазір қоссында. Так, залда тыныштық сақтаймыз. Қойылым барысында соткілеріңізді өшіріп, тыныштық сақтауларыңызды сұраймыз. Сіздердің көретін фильмдеріңіз Дүйсен Тағайбекұлының ұрланған Жанармай фильмі. Ой, Дүйсен, кино түсіріп жүрсің бе не? Жақсы. Кәні қос көрейік. Дүйсеннің киносын көрейік. Иә. Қарындас, қаға барасың? Сен байдап жүрген? Мен емесе? Мен осы аудандағы депутаттың баласымын. Соңына дейін көректі қазір. Қайда бақша Мен қашан үйленеді деген кезде жауап бере алмай қалам кейде. Заңды біліп, ештеңені Әні апа, үйлендір қыз ізде дейсіз. Не қылар бұл қызды? Үстем отыра берсін машина айтам. Я уеду жить в Лондон. Я уеду туда. Бізден ба?
Biz aydamayız, ne isteyimiz aydamayız cinsinden şimdi. Ya bu şişin nakone bul ya. Tuvaletke deyin 5 tenge bulan mı? Ya koşarsa nakone bul ya. Canım şimdi. Bir şey diyeyim lan. Тимет. Koyup kuyrukta. Tungu bulup sınır bu maşinen. Dikkatli kadar öyle değil. Sus, ana taş doydukta duran kızlardan gelmez bak. Fayda havadan gelmez bak, davay. Fayda havadan gelmez bak. Ya koşarsa nakole bul. Canım şimdi. Bir şey diyeyim lan. Тимет. Кумурлаған көрейін деп жатырмыз ғой. Қайсысы? Мына ұрын түрі маған ұқсай ма? Мә, десем мына сен ғой. Иә. Ой, ұйқы сұрап жүр ғой. Самат аға, Ақсу 2000. 1000 ұқсай кет. Аға 2000. Онда Көксудан түсесің. Жарайсың жаным. Әне, таксовать етіп жүрсің ба, ұйықтап жүріп? Түн ішінде не алып жүрсіз, қарындас? Сол қыдырып жүрген. Есімім Дүйсен. Көрейік, оны қазір қайда апарады екен, көрейік. О, қайрат тұрды ғой. Аға. Приятно. Ей, дүйсеге! Қайрат? Сен Ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun benim машинамды? Yok. Dүйсеге, ne? Қайрат, мен Ақсуға кетіп баратырмын ғой, қалай тұрсайсың? Dүйсеге, Ақсуыңыз? Сіз мені тастап кетпекшісіз ба мына жерде? Қайрат, третий лишний. Қуасыз ба Дүйсеге айналайын? Ай, далаға тастап кетпекшісіз ба мені? Такси 200 теңге ғой мына жерде. Болмаса 2 минутта келіп алып кетемін. Қайрат, қала тұршы, третий лишний деп атып қой. Dүйсеге? Қайрат тастап кетті ғой. Жанды, ай, далаға тастап кеткен не алайын ішінде? Бәсе үйінде көрінбейді. Атың Гүлжан. Қай жылғы боласың Гүлжан? 86. Мен мына машина айдағанда бет қолын ұстап отырса жақсы айдайтын едім да Гүлжан. Машинем былай. Мұны айтып Гүлжан. боласың Гүлжан. болды өшеш ананы. Тынышы қызық болып отыр көз. Көрейік. Ой, қыз ештеңе жоқ өшір ана. Қызды апарып тастай мені бұл. Ойбанда біз ба? Жәмиленің де тұрқ. Иә. Кеткенін ақ көрігіздір ғой. Енді үшінші видео бар. Қой, тағы жер қойыңдар камераны. Баняға? Бәле, саған. Ойнап айтам е? Бәрін жинап, жаяу кетіп қонақтан